Қабірдің жанынан өткенде бет сипау дұрыс па? Пайғамбарымыздың сүннеті бойынша оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Қабірге келген кез келген адам сол жерде жатқан әруақтарға Алладан кешірім тілеп дұға етеді. Бұл сауапты іс. Сахих Муслимде риуаят етілген хадисте Жәбірейіл періште Мұхаммед пайғамбарға Бақи қабіріне барып, ол жердегі жатқандарға истиғфар, яғни кешірім тіле деген Құдайдың бұйрығын жеткізеді. Пайғамбарымыз Жәбірейіл айтқан қабірге келіп, қолын көтеріп дұға етеді. Үйге оралысымен Айша анамыз қабірдегілерге не дейін деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз қабірге барғанда былай де: «Уа мүмін мұсылман қабір иелері, Алла тағала біздің өлілерімізге де, тірілерімізге де рахым етсін. Алла қалаған күні бізде сендердің қатарларыңызға қосыламыз» деп жауап берді. Қазақтардың қабір басынан өтіп бара жатып бет сипауы пайғамбарымыздың осы сүннетінен шыққан дүние. Алайда тек бет сипап қана қоймай, сол жерде жатқандарға іштей Алладан рахым тілеген дұрыс. Сонда сіздің әрекетіңіз құр бет сипағандық емес, пайғамбарымыздың сүннетін орындағандық болмақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.